Міне ол жалғыз Алла, пәк Алла. Ол сізді жаратқан, ол сізді адам қылған, ол сізге үлкен нәрсені қалаған. Мына дүниеден түкке тұрмайды оның қасында, құрметті жамағат. Анау жәннат, Алла тағала бұйырып сүйіншілеп жатқан жәннатты Али Ғимран сүресінде айтады. Мысалы, «Васаригу иля мағфирати мир раббикум». Раббыларыңнан болған жәннатқа асығыңдар. Қараңыздар. Раббыларыңнан болған кешірімге асығыңдар, және жәннатқа асығыңдар. Қандай жәннат деп сұрақ қойғымыз келсе, оның жаңағы ардуға самауат уәл ард, оның ені дейді. Ен деген нәрсені білеміз ғой бәріміз. Ұзындық деген нәрсені білеміз да. Қараңыз, оның ені көктер мен жерде ғой дейді. Осыңыз ойлаңыз. Бір адамға берілетін жәннаттың ені көктер мен жерде дейді. Уғиддат лил-муттақин, сөз жоқ, тақуаларға дайындап қойғам дейді оны. Өткен шақта айтады, дайындап қойдым дейді. Не істейміз Раббымыз оған жету үшін? Жұмсау керексің дейді кішкене. Бірден айтайын дейді бұны, төлемін дейді да. Әллазина юнфиқуна фиссарраи вад-дарраи. Бұған өте әдем амал керек дейді. Раббымыз қандай әдем амал? Жұмсайсың дейді. Сосын бір нәрсені айтайын дейді. Көңілді кезде де, көңілсіз кезде де жұмсау керексің дейді. Бар кезде де, жоқ кезде де жұмсау керексің дейді. Мол кезде де, аз кезде де жұмсау керексің дейді. Екі қалыпта да жұмсауын тоқтамау керек дейді. Мысалы, молшылық берді, 2000 беріп атсыз. Таршылық келді, 200 беріп атсыз. Молшылық келеді, 2000 беріп атсыз. Қайтадан таршылық келді, 200 беріп атсыз. Осы нәрсе тоқтамау, бұл менің бірінші сұрайтыным дейді, осы жәннатқа байланысты. Одан кейінше, екіншісі, жаңағы ыза, әрдайым сен ызаланатын сәт болады деп жатыр бізге. Ызаланған кезіңде ызаңды жұт дейді. Менің жерімде көрсетпе дейді оны. Көрсетпе дейді, көрінсін жәннатты қалай қылады. Ызаңды жұт дейді ішіңе. Яғни біреу сізді ызаландырады ғой. Онсыз болмайды өмір. Өмір сынақ қой. Біреу сізді ызаландырады. Біз оп-оңай ызаланатын да болып кеткенбіз қазір. Сол көлікпен кетіп барады, алдыңнан біреу бүйтсе, уже заң шығып жатады. Біраз сөз батасын жіберіп жатасың біраз. Ызаңды жұт дейді. Сосын ары қарай ызаңды жұтқаннан кейін уәл афина анин нас, ана адамдарды кешіре сал дейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсені айтып отыр? Ана жаңағы сізді ызаландырған адамды елемей қоя сал деп отыр тіпті. Түсінсіз бе? Кешіру деген бер жағы құрметті жауат. Елеме дейді, болмағандай қыла сал дейді. Ал-афина деген соны білдіреді. Ал-афина анин наси. Аллаху юхиббул мухсинин. Осындай әдемі істейтін құлдарды жақсы көрем дейді Алла Тағала. Міне қараңыз. Жәннат солардікі ғой деп қайтадан қызықтырады. Сосын айтады, әрине бұл жәннатты жаңағындай ойлап қалмаңдар, ешкім күнә істемеу керек, нетпеу. Күнә істеп қоятын сәттер болады адамдарда. Сондықтан аяқ жағында тақырып орынды болу үшін, адамның табиғатына сай болу үшін, жаңағы әлдезина иза золаму фағалу фахишатан ау золаму анфусахум. Егер ол қандай да бір ұятсыз бір іс істеп қалса, немесе бір өздеріне әділетсіздік жасап, бір күнә жасап қойса, закарулла, бірден Алланы еске алады дейлер. Раббым, не істедім мен, Раббым, бірден Алланы еске алады да, вастағфару лизунубихим. Күнәлар үшін кешірім сұрай бастайды дейді. Сол үшін тахаджуд. Түсіндіңіз бе? Тахаджудтың мақсаты не? Жаңағы күнәңе кешірім сұрап жатсың. Сол үшін, мысалы, жексенбі күні күнә істеп қойдыңыз ба, дүйсенбі күні оразада жүрсін. Біреулер ойлайды, сіз сүннет ораза, сүннет қой, сосын ұстап жүр ғой деп. Жоқ, сіздің жүрегіңіздегі Алла біледі. Сіз кешегі күнәңіз ішіңізге сыймай ұстап жүрсіз. Пайғамбарымыз дүйсенбіні ұста деп еді. Осы дүйсенбіде салайшы өзімді, біраз өзімді тәрбиелейші мен деп та. Сіздің ішкі дүниеңіздегі нәрселер, Раббыңыз соны көреді. Ол өте әдемі нәрселер да, жаңағы нәрселер. Көрдіңіз ғой? Соқтан қателік жасап қойса, бірден Алла Тағаланы еске алады да, бірден кешірім сұрай қояды. Өйткені олар біледі дейді, Алладан басқа ешкімнің күнәні кешірмейтінін. Алла кешірмесе, ол жазылып жатыр, болды. Алла кешірсе, қияметте адам аман болады.
бір күнәні жасап қойса, бұл құлдарым дейді, еске алып кешірім сұрайды да, содан кейін сол күнәні қайталамайды дейді. Өйткені біледі дейді олар, қайталауға болмайды ғой деп. Яғни жаңағы қайталайын деп тұрса да болмайды ғой деп кері қайтып тұрады. Істегісі келіп тұрады іште, мысалы күрес болады, болмайды, Раббым деп. Раббым жәрдем берші деп сәждеге жығылады. Раббым құтқаршы мені, мына көңілімнен алыстатшы, мына нәрсе пәле болды маған Раббым деген нәрседе жүреді да. Ол біледі дейді, оны істеуге болмайтынын еткені. Сол күйлер ақыреттен қорыққан күй, Раббысын мойындаған күй. Осы күйлер үшін жаратылған адам баласы. Көрдіңіз ғой? Осы амалдар үшін жәннат деген нәрсе жаралған. Баға жетпес жәннатта қаншама нәрселер бар ол жәннатта. Адамның көзі көрмеген, құлағы естімеген, адамның ойына да келмеген нәрселер. Міне соның бәрін Алла Тағала өзінен көрмей қорыққан, өзіне көрмей осы жердің бетінде бойұсынып жүрген, кешірім сұрап жүрген, еңкейіп жүрген, сәждесін жасап жүрген, оразасын ұстап жүрген құлдар үшін дайындап қойды осы нәрсені.